қарап көретінбіз. Достар, бүгінгі өтетін тақырып біздің ол класс деген нәрсе. Объект, класс екеуі бір нәрсе да, былай қарасаңыздар. То есть екеуі бір-бірлеріне жақын нәрселер. Екеуі бір-бірлеріне нәрселер. Сізде мына қарасаңыздар, біз кинолардың тізімін жасадық. Кинолардың дәл қазір бізде 2 кино бар. Ішінде массивтің ішінде 2 элемент бар, 2 кино бар. Әрдайым is moving from бәрін жазып тұрмыз, қателеспеймін мына жерге де ше. Енді бұл нәрсені әрдайым қайталап жазбау үшін бізге классты қолдану керек. Бұның дауысы шықты микрофоннан. Так, Мадистің дауысын өшірді аласыз ба? Супер. Қараңыздар, достар, біз бүгін өтетін нәрсе ол класс деп аталады. Объект и класс. Класста объект дейтін бірінші нәрсе біз өттігі ол конкретный элемент. Конкретный элемент дегенде ол біздің жаңағы біз конкретный адам, конкретный мысалы сотовый телефон, конкретный фильм, конкретный адам деген кезде мысалы Бекзат, Шерхан, Мадияр, сіз үш объект. Енді сіздерге жалпы қасиеттер бар ғой, сіздің аттарыңыз бар, барлықтарыңызда, сіздің жастарыңыз бар, сіздің полдарыңыз бар, мужчина, женщина деген сияқты, үшеуін алайық мысалы. Сол нәрсені, осы нәрсенің барлық ортақ нәрсені классқа апарасыздар. Осы класс арқылы сіз объект жасайсыздар. Қараңыздар достар. Бүгінгі тақырыпты жасап қояйық мына жерге. Класс деп қояйын. Және мына жерге өзіміздің index.html файлын жасап, мына жерге main.js, html5, скрипт сұрасы main.js қояйық. Ары қарай кіреміз, бәрін жауып тастайық. Қараңыздар, бізде осыған дейін біз объект создау өте былай жасадық, let person дедік та, былай конкретный адамды қойдық. Name мысалы Шерхан, Шерхан, age мысалы 30-да делік, gender мысалы male, ер адам дедік. Бұл конкретный объект. Тағы да объектілер жасау үшін мысалы person Шерхан деп қояйық. Ары қарай let person мысалы Бекзат деп қойсақ болады. Name Бекзат. Так, age 21-де келіспесем, gender male. Сіздердің ортақ нәрселеріңіз көрдіңіз бе? Үшеуінде де ортақ мына қасиеттердің барлығы ортақ. Енді біз әрдайым бұл осындай класс создау етпеу үшін, объект создау етпеу үшін бізге класс деген нәрсе ұғым келеді. Мысалы класс person деп қоясыздар, ары қарай оның ішінде конструктор деген нәрсе бар. Конструктордың ішінде мына жерге сіздер былай жазып қойсаңыздар болады. Сразу оның беретін аты, жасы және оның полы, gender. Және this.name тема name'ға, this.age тема age'ға, this.gender тема gender'ға. Енді қараңыздар, біз өзіміздің алғашқы объектін құратын болсақ, cons мысалы person Мadi дейтін болсақ, мысалы ретінде new деген ключевой сөз, сөзді қолданамыз, person дегенде, ары қарай оның параметрі деп атайды. 3 параметрін береміз. Оның 3 параметр дегенде бірінші ол Мadi, жасы 27-де, және ол ер адам, male. Қараңыздар, біз енді осыны тексеретін болсақ, консоль-логқа былай тексеріп шығайық, барлығын person істейік. Мына жерге былай берейік. Тұтастырмай қойып, person Шерхан, person Шерхан. Мына жерге person Бекзат. Мына жерге person. Так, бізде соңғысы болды. Мади болды. Енді тексеру үшін и біз класс деген папканы ашып тексереміз, консоль-логта. Қараңыздар достар, бізде де мына жерде қараңыздар object және person деген келді. Мына жерді ашып қарасаңыздар, барлығы бірдей. Мына жерде де тура мысалы Madi жасаған кезде оның age бар, gender бар, name бар. Бұл не үшін керек жалпы класс деген нәрсені сіз әрдайым мына нәрсені жазып тұрмау үшін, қолмен шатасып кетпеу үшін, және сондай нәрсе үшін
осында біз шаблон жасаймыз. Шаблон арқылы өзіміздің объектіні жасаймыз. Бұл жеңілдетілген да, негізі сіздің объектіні құрудың жеңіл түрі осы класс арқылы жасайды. Класс деген нәрсе, мысалы қараңыздар, сізге айталық, қалай айтса болады екен, ол өмірмен салыстыратын болса, келтіретін болса, сізде үйді соққан кезде үйдің прототипі болады, қағазда сызылған, мысалы қағазда тура сызылған схемасы болады. Соны біз шаблон деп атасақ, осы шаблонға сүйеніп сіз әртүрлі объекттер жасайсыз. Мысалы мына жерге беріп тура нені жасадық, сөзімізді жаңағы Шерханды да жасап болады. Шерхан. Шерхан осы. Шерхан бізде бар. Мына жерде комплект болады. Бүйтіп қойса, қараңыздар. Біз осындай класс арқылы өзіміздің объекттерді жасаймыз. Бір класс арқылы әртүрлі объекттер жасаймыз. Осыны негізі, бұны синтаксистік сақыр деп атайды. Жалпы негізі адамдар осы күніге дейін осыған дейін негізі объекттерді осылай құрып кеткен. Бірақ оның өзінің бір-екі ыңғайсыз болғаннан кейін әрдайым оны еске түсіру керек. Мысалы қандай нәрсе, осындай класста описіткен, класс жасаған. Мысалы сізде қараңыз, кодта жоқ десе, мына нәрсе сізге жаңағы еске түсіру керек. Мына персонды басқа бір адамды жасау үшін, басқа бір адамды жаңағы муви, сізде мына мувині алатын болсақ, қараңыздар, муви деген нәрсе болады. Мынаны алатын болсақ, мына массив іште қарамасаңыз, қарамай айта аласыз ба? Не жасау керек, қандай реттіліктер жасау керек? Сіз білмейсіз оны. Еске мына алдыңғы объектіні жасау керексіз. Пустой болса білмейсіз, тем более. Пустой болса қалай жасау керек? Ал тағы да біреуін қосу керек дейтін болса, басқа сайттың басқа жерін пуш деп жасау керек болатын болса, сіз мынаған қарайсыз, алдыңғы примеріне қарап шығасыз. Ол мынандай нәрселерден тұрады екен ғой. Бұл өте ыңғайсыз, олай. Сөйтіп, мұндай нәрсені істемеу үшін мынандай основной свойстволар, сипаттардың барлығын классқа көшіреді. Және класс арқылы реализация жасайды. Класс арқылы реализация жасайды. Болды. Мен объект жоқ болса да, ешқандай объект жоқ болатын болса, мен personға келем, қараймын, міне мен өзімнің адам объектісін жасау үшін мынандай нәрселерді жасау керекпін, мынандай нәрселерді беру керекпін деп жасап шығасыз. Мысал ретінде жаңа мен тоже келтірдім, наследовать деген нәрсе. Сізде жаңа күнде бекзатта футболисттер болды. Бұның ары қарай тағы да сесе болады нәрсе. Бірінші сұрай салайын, мына тақырып түсінікті ма? Жалпы класс не үшін? Класс оған. Түсінікті. И бекзаттың үй жұмысы мощный пример болды негізі. Солай тұр ғой. Қазір сізге жаңағы массив жасау керек та, адамдардың массиві, мысалы persons, и оны жасау үшін сізге мына адамды түсіру керек еске, оны қандай еді, оның нелер ішіндегі әр адам жасау үшін. Так, кім? Оның әрқайсысына объектінің өзін жазатын болса, шатасып кетуі мүмкін, қателіктер болып кетуі мүмкін, еске түсіру керексің. Сосын тұрасың, person деп жасайды екенсің, осылай ары қарай береді екенсің. Мына бір классқа кіріп, оның основной свойства қасиеттерін көресіз. Адамның объектісін жасау үшін осындай нәрселерден құралады екен ғой деп жазасыздар. Так, бұл классқа байланысты ұғым, достар. Ары қарай негізі класс объекті жасау үшін JavaScript-те мынандай свойства қолданады. Яғни класстан, класстан объект жасау үшін new деген ключевой сөз болады. New деген. Объектін жасаудың бірнеше жолы бар. Жолдары көп өте. Мынау классовый подход деп атайды. Класс арқылы сіз объект жасайсыз. Ары қарай жасаудың жолы, мысалы, функция конструктор деген бар. Оны алдағы тақырыпта өтеміз. Функцияны талқылаған кезде, танысқан кезде функциямен көрсетемін. Интернет-магазинде тауарларға осы класс қолданыла ма? Кез келген жерде. Қай жерде объект болатын болса, соған класс дейсіз. Қай жерде объект болатын болса, соған класс дейсіз. Қай жерде объект бар. Мынандай біз жазбаймыз. Біз мынандай жазбаймыз негізі. Person'да жеке создавать етіп отырмаймыз. Ол өте редкий случай. Бірақ баста біз класс создавать етеміз да, сол класстан объектілер жасаймыз. Осылай. Мысалы, жаңағы интернет-магазинді алатын болсақ, интернет-магазинде не болады? Товар болады ғой. Мысалы, класс, мысалы, товар, продукт деп атасақ болады. Продуктта не болады? Конструктор арқылы жазасыздар. Конструкторға түсіндіремін. ID, name болады и категориясы болады. Категория. Ары қарай, здесь деген нәрсе, бұл объектке, сіздің құрылған объектіге, одан кейін алдағы уақытта құрылған объектіге обращение жасайды.
соның ішінде мына ID дегенге теңестіреді. This деген name, мына nameға теңестіреді. This category деген нәрсе мына категорияға теңестіреді. Міне сіз өзінің продуктын жасап шықтыңыз. Ары қарай айтатын болсақ, бізде тағы да мына категория ол өз басына не болуы мүмкін да? Қараңыздар. Біз енді өзіміздің алғашқы продукт жасау үшін айтайық, не деп атайық? Смартфон дейік. Какой-то телефон, new деген ключевой сөзді қолданамыз. Product дейміз, product. Ары қарай сол ID-сын болады. ID ол базадан келетін нәрсе. Бір деп қосаңыз болады. Продукттың идентификаторы. Name деген нәрсеге, мысалы ретінде Samsung S20 дей салайық. Ары қарай оның категориясы уже смартфон. Мына жерге конкретный объект болғаннан кейін атын беріп қосаңыз болады. Samsung S20 деп осылай конкретный объект болды. Енді сізде мынандай болуы мүмкін да, мына категория өз басына объект болуы мүмкін. Кәдімгідей тура сондай. Оған да мысалы new category деген сөзді. Жаңағы бірінші new category деген болсын, оның класын жасау керек. Класс категория деген сияқты. Категорияның несі болады, оның аты да болады деген сияқты. Мысалы name категория. Оның тағы да категория не болады? Тағы да ID-шкасы болуы мүмкін. Сол сияқты this name, this ID, ID-ға дейсіздер да. Ары қарай мына конкретный категория жасайсыздар. Так, бізде мына кластер. Енді мына жерге конкретный категория ол смартфон деген. Тен мына жерге LED жаңағы смартфон категория деп қосаңыз болады. New категория. Міне оның атын бересіз жаңағы смартфон және ID-шкасы бір деп айтылса. И мына құрылған объектіні мына жерге бересіз жасаңыз болады. Ең сонда сізде осындай бір вложенность болады. Блокпен тексеретін болсам, Samsung S20 и мына жерге Samsung S20 браузерға тексеретін болса, қараңыздар достар. Мынаны бәрін алып тастайын. Міне Samsung деген бар да, объекті S20. Ол біздің продукт. Оның ID-сы бар және аты бар, оның ішінде басқа бір вложенность бар. Біз объектті құрған кезде осылай құрдық қой алдында. Бір мувиді, букты ашып қарасаңыз, оның ішінде автор деген объект бар. Тура сол сияқты бұл жерде де. Бірақ классовый нәрселер жазылған. Соның ішінде категория. Бұл қолмен жазып тұрмау үшін әрдайым және соны переиспользовать үшін істеген нәрсе. Так, бұл түсінікті. Біздің класстар ұғымы. Енді Г нәрсе бұл наследование деген тақырыпты қарай салайық. Бір 5 минутте тоже. Наследование деген нәрсе бар. Мен жаңа бекзат мысалы, супер мысал негізі. Мысал келтірген. Футболист қайда? Міне футболист деген мысал бар, Так, нәрсенің бәрін алып тастап, екінші main.js құрайық. JS. Бұның атын даже. Бұл сокер, қалай футболер бола ма? Футбол плеер есалшы. Қараңыздар. Бекзатта мына бір классында конкретті болғаны. Person болды. Мынакымды өтпеңі. Міндір сен плеер. Мынаны копертіп алып, қалай жасауға болады, көрейік. Мына жерден екі объекттің қосылған түрі да, екі объект. Бірінші объект бұл адам деген объект, екінші объект бұл футболист. Кез келген адамда оның аты болады, оның туған жылы деп айттық, туған жері деген сияқты. Кез келген футболистте ол нәрселер бар. Кез келген футболистте сол қасиеттер болады. Мына ортақ нәрселердің барлығын біз мысал ретінде қазір пластик болады. Мынаны футбол плеер. И мына жерге person деп қосақ болады. Былай жеңдер ретінде алайық. Мына ортақ нәрсені мына жерге көрсетеміз. Ары қарай мына parents та ол бәрінде бар бүкіл адамда. Қарасаңыздар, мына ортақ нәрсе аты жөні, туған жылы, жері және әке-шешесі. Ол барлық адамда бар. Футболист, музыкант, программист деген сияқты. Енді біз осыны тура бұл примерді
біз не дейді оқуда объект ориентированный программирование көшіп жатырмыз біз жайлап қазір сол жақта жүзеге асырамыз. Бірінші мына өзіміздің мына person деген объектіні классқа көшіруге шаблон жасап алайық. Алтын атап переиспользование үшін. Класс person дейміз да, мына жерге оның давайте қысқа ретінде name деп алса, ол қоса беру проблем без. Конструктор, оның аты бар, оның birth year бар, birth country бар, және parents бар. Так, енді осылардың барлығын здесь точка name name. This birth year birth year. This birth country country және this parents берілген parents-қа. Бізде мына енді бізде класс person деген бар, иә. Ары қарай бізде класс мына football player деген бар. Достар, қазір достар қараңыздар, екінші біздің класс бұл football player. Байқасаңыздар, класты жасау үшін бірінші ереже класс деген ключевой сөз жазасыздар. Екінші ереже класстың аты үлкен әріппен болады. Үлкен әріппен болады. Бірінші әріп. Ары қарай бізде екінші класс жасау керек. Football player. Бұда оның яғни football player дейді. Так, оның job football player деген оның жұмысы ғой істеп жатқан, қазір сол ғой. Так, ладно, оны job сөйтіп жазып қойсақ. Қазір кім ол адам? Job бар екен ол адамда. Ойнаған командалардың историясы бар екен, және қазіргі соңғы ойнап жатқан командасы бар екен, иә. Енді осылардың бәрін сіз job jobқа бір қолдарына үйретіп алсаңыздар, ары қарай ол уже жазып кете бересіздер. Мындай қояйын. Енді қараңыздар, бізде дәл қазір екі класс бар. Бірінші класс ол person, футбол, екіншісі де football player деген класс бар. Бірақ дәл қазір football player'да не жоқ, адамның қасиеттері жоқ, өзіне жаңағы аты, жөні, туған жылы деген нәрсе. Осы мына нәрсені алу үшін, осы барлық қасиеттерді өзіне алу үшін extend деген нәрсені қолданасыздар. Extend person дейді. Дәл қазір не істедік біз? Мына футболист адамның қасиеттерін өзіне алды десіз, е? Мына футболист мына адамның қасиеттерін өзіне алды. То есть біздің енді жасаған объектіде, болашақ объектімізде мына қасиеттер болады. Job, player, time, ойнаған командалар, және соңғы команда, және де мына нәрселер де болады. ID, birthday, first country, parents деген. Оны біз тексеріп көрсек болады. Бірінші Messi дей салайықшы. Messi. Let Messi new деген ключевой сөз. Ары футбол плеер. Енді бұның нәрсесін жасау үшін көріп тұрғанда job football player. Ары қарай player teams. Бұл массив деп алса, пустой, және соңғы ойнаған командасы соңғы. Соңғы Месси қандай да ойнап жүр, қазір кім біледі? ПСЖ-да. Осылай жазыла ма, ПСЖ деген? Қараңыздар, біз тексеріп көрейік. Біз әлі мына person деген нәрсеге ештеңе берген жоқпыз, достар. Person деген нәрсеге ештеңе берген жоқпыз. Біздің объектті олай беру үшін ары қарай мына жерге жазу керек. То есть былай істейміз бұйырса. Бірінші мына нәрсені тексеріп көрейік. Messi. Log. Messi. Messi call super constructor дейді. Required before accessing this or returning from beginning.
Қараңыздар, не дейді мына жерде? Must call superconstructor in derived class before accessing this or return from derived constructor дейді. Бізде нені оқитын болсақ, оны супер деген сөзді қолдан дейді. Суперге нәрселер бер дейді. Ол мына жерде берсек болады, иә? Жаңағы name ретінде алсақ болады. Мына жерге бір пример ретінде name. Тексеріп көрейік. Так. Must call superconstructor in derived class дейді. Before accessing this or return from derived constructor. Вроде олай болды ғой. Нағыз нәрсе болды ғой. Көрейік. Шығып отыр екен. Yes, link алтыда дейді. Так, бізде sandwich, extend cheese дейді. Супер. Бізде былай жаса дейді ғой. Так, name дейді. Қараңыздар, бізде job, current team. Ары қарай бүкіл свойстволар кетті. Name, parents, birthday, birth year. Бірақ қарасаңыздар, біздің мына жерге бермепті қой. Кешірім сұрайын. Мына жерге аты оны Месси салайық. Қараңыздар достар. Міне name Месси деп тұр. Бізде уже пайда болды. Қарасаңыздар, бізде ол адамның жалпы name деген проперти футболист енді пайда болды. Біз тек қана біреуін ғана берсек name. Ал негізінде жаңа мынаның бәрін беріп шықса болады. Не бар біздің ішімізде? Name, birth year дейтін нәрсе, birth country және parents-ді беріп шықсақ болады. Ары қарай достар, мына жерде мән беріңіздер. Мына жерде жаңағы айтқандай, мына супер дейтін нәрсені бірінші бер дейді. Соңында берме, оны бірінші бер дейді. Ол деген сөз бірінші инициализацияны ол бірінші мына person деген объектін жасайды. Ең бірінші осының объектісін жасап ал дейді. Ең бірінші осының объектісін жасап алды, ары қарай өзінің керек футболистке тән қасиеттерді жасап ал дейді. То есть орын ауыстыратын болса, жаңа байқадыңыздар ғой, бізге ұрсып жатыр. Міне. Must call superconstruct in derived class before accessing this дейді. То есть мына this-қа дейін дейді, мына this жазбас бұрын дейді. Сен бірінші супер деген конструктор ғой. Супер деген конструктор. Мына супер деген нәрсе ол personға слайд етеді. Осының бірінші шақыр дейді. То есть мына шақырған сияқты боламыз. Сосын бірақ мына this-тарды шақыр дейді. То есть бұл жерде қарағандай очередность маңызды. Birth year, birth country және parents. Біз мына жерде бірінші адам деген объект жасаймыз. Ары қарай уже өзінің футболистке тән сипаттарды түсеміз. Сосын ең соңында барлығын бір адам қайталады. Месси, ары қарай не бар? Месси 1990 жасайын. Birth country Аргентина, по-моему, Аргентина. Және әке-шешесін білмеймін кім екен. Қарайтын болсаңыздар, достар, міне шықты барлығы. Бізде футболист туралы барлық сипаттар шықты. Аты, оның істеп жатқан туған жылы, мемлекеті, жаңағы соңғы ойнатқан командасы және оның позициясы, ойнатқан история шықты, және әке-шесінде жазған жоқпыз. Көріп тұрғандай, достар, біз қазір не үйрендік, жалпы бүгінгі тақырып не? Бүгінгі тақырып класс туралы. Мынандай объектін жасамау үшін әрдайым бізге барлық общий сипаттардың барлығын классқа көшіреміз. Ары қарай мына класстан қарап, мына визуально бірінші классқа көріп, біз біздің адам деген объектін құру үшін осындай сипаттарды бірінші жазу керек болған. Біз енді бұны сіз айтасыз, программистердің бәріне беретін болсаңыз, кез келген өзін жасама, мынандай адам деген нәрсені өзін жасама, ойдан мына классқа сүйеніп өзінің объектін құр деп айтамыз. Өйткені адам тұрады да, мен const дейді, person'ды өзім жасаймын, объектін дейді. Мына жерде name'нің орнына жаңа full name бере салады. И сіздің программаңыз бұзылып болды. Өйткені ол name'мен ғана жұмыс істеп үйренгенде, біздің басқа жерде күтетін осы объектін күтеді, осыны тура осы даналар күтеді. Сіздің тұрады да, мен былай жазамын, немесе ол білмейді ол мына үстінде қалай құру керек екенін, тұрады да, дейді. Бәрін қателесіп жазу мүмкін, бітті. Ең соңында осындай конфликт болмау үшін, әрдайым мына нәрсені жазып тұрмау үшін және еске алып тұрмау үшін нәрсе оның барлығын классқа көшіреді. Ары қарай сол класстан бек құрады.
біз көбіне солай істейміз программистер. Жаңағы Шерхан мырза айтты ғой тоже продукт бір біліммен жаңағы продукттың ішінде тағы заказ болу керек, оның барлығын сол класс арқылы құрып тастаймыз да, сипаттап тастаймыз да, сосын ары қарата өзі мына new деп объектілер жасай береміз. Бұл класс және наследование дейтін нәрсе. Наследование деген сөз бұл достар. Қазақша қарасам мұрағат деп аударыпты. Наследование деп айта берейін орысша. Наследование деген сөз ол мына бір сіздің жаңа классыңыз барлық свойстволарды мына бір персоннан наследует. Мына бір персоннан наследует дейді. Сізге мынаны алып тастасақ, егер мынаның бәрін қайтадан жазу керек болады, мына суперді алып тастайық, мысалы, мынаның бәрін қайтадан жазу керек болады, ол кезде name, birth year, parents деп ше, мысалы, ол тоже такой не болып кетеді да. Сізде өйткені тағы да басқа бір объект құру керек болатын болса, мысалы айталық, бізде қандай объекті бар? Программер дейік. Программер классын құру үшін де тоже ол да адамға керек нәрселер бар ғой, мынаның бәрін қайтадан жазып шығасыздар. Оның бәрі қиын болады, уже программа өскен сайын уже бүйтіп қашылып кетеді. Сол үшін наследовать нәрсе деген сөз, мына бір person құрасыздар да, ары қарай өзіне керек свойстволарды наследовать ете бересіз. Мысалы футболисттің ішінде де тоже тағы наследовать десе болады, иә? Оны наследовать еткен кезде, оны мысалы футболисттер тоже бөлінеді ғой, нападающий, защитник, вратарь деп. Ары қарай тағы да бір класс создавать етесіздер да, мысалы голкипер, ол вратарь деген сөз да. Ары қарай ол мысалы extend футбол плеер, осылай кете береді. Барлық нәрселер, футболистке тән нәрселер бар да, бірақ оның мысалы не болуы мүмкін футболистте, мына жерде айталық, оның позициясы басқаша болады, или немесе ол тек қана қолмен ғана ойналады деп мысалы қойсам болады да, правила ше, қолмен ғана ойнасын деген сияқты. Өзіне тән ғана қасиеті болса, вратарьға тән ғана қасиеті. Вот осылай істей бересіздер, ол кете береді наследовать. То есть класс және класстар бір-бірінен наследовать деген сөз. Объект ориентированный программирование деген сөз, ол бірінші объект атайтып тұрғандай. Ары қарай класс, ары қарай наследование. Одан да басқа да ұғымдары бар, инкапсуляция, полиморфизм дейтін нәрсе. Біз бұны қарастырмаймыз, өйткені полиморфизм дейтін нәрсе өте редко қолданылады. Инкапсуляцияны қолдану мүмкін. Ал ары қарай үлкен біз өзіміздің приложение жасаған кезде, сол кезде getter setter деген тақырып өтеміз. Біз түсіндіре жатармыз. Инкапсуляция дегенде не деген нәрсе. Қазіргі оқитын акцент класс жасап үйрену, өзіңіз объект деген. Және оны ортақ нәрселері сол класста болатын болса, басқа бір класқа көшіру. Бүгінгі тақырып осы. Біз қазір тағы да бұйырса, мына жерде сұрақ бар ма? Кішкене. Бұл практика өтсеңдер түсіне жатасыздар бұйырса. Кішкене қазір практика жасау керек. Кезде сұрақтар болады, обязательно жазылыңыздар, иә. Біз объектіні былай құрмаймыз, көбіне қоямыз, осылай жасамаймыз. Осы класс арқылы құрамыз. Осындасыздар ма? Мен ауаға жатқан жоқпын ба? Қазір өшіп қалып, білмеймін, интернет бірдеңке болуы мүмкін ғой, айтып жатырмын. Мынаның үй жұмысы осындай болады, достар. Сіздің жасаған примерлердің барлығын, Бекзаттікі болсын, Шерхан болсын, Мадияр болсын, барлығын, мына нәрсенің барлығын классқа көшіріңіздер. Сосын сол класстан объект жасаңыздар. Әрқайсына, иә? Бекзат, сен жасадың ғой, мысал, осының барлығын жаса. Сендегі тоже мына мысалды, футболист деген мысал тоже бөліп тастар жаңағыдай. Ендігі өтетін тақырып, достар, бұйырса бүгін функциямен танысамыз. Function деп қойын, JS. Бұл тақырып өте керемет тақырып. Бұл жалпы JavaScript-тің основасы. JavaScript-тің ең негізі, бұл переменнен кейін оқылатын тақырыптардың бірі, бұл функция деген тақырып. Функция деген сөз, ол жалпы не функция дейтін нәрсе, бірдеңкені орындау деген сөзден шығады. Бірдеңкені орындау деген. Бірдеңке іс қимыл, орындау, действие. Мысалы, функционализировать деген сөз бар ғой, бірдеңкені жасау, сол функция деген сөз. Қараңыздар, достар. Функцияны жасаудың бірнеше жолдары бар. Біз бастапқы function declaration деген неден бастаймыз. Функцияны жасау үшін мынандай ключевой сөз жазасыздар. Function деген сөз жазасыздар. Функция деген сөз. Мысалы, біз жаңа айттық қой, объектін жасау үшін осындай нәрсе деген сияқты, немесе класспен жұмыс істейтін болсақ, осылай new деген сияқты
Ал нені жасау үшін, функцияны жасау үшін бірінші ереже ол function деген сөзді, ключевой сөзді жазасыз. Ары қарай кететін нәрсе, екінші нәрсе осы функцияның аты кетеді. Бұл функция мысалы ретінде не аты деген кезде бірінші бұл функция не істейді деген сұраққа жауап берейік. Функция, біздің дәл қазір функция бұл просто сообщение көрсетеді. Сәлем, әлем деген мысалы алайық. Соны браузерға көрсетеді. Say hello, міне екінші кеткен параметр, екінші нәрсе кеткен нәрсе бұл функцияның аты. Біз қазір функция жасады. Енді екінші нәрсе функция ат беру керекпіз. Функция ат бердік. Ары қарай кететін нәрсе ол мынандай жақша кетеді. Жақша кетеді. Сосын фигурный скоб кетеді. Бітті, біздің функция қазір дайын жасадық алғашқы функциямызды. Қарасаңыздар, қараңыздар. Бірінші ереже, мына жерге жазайық. Бірінші ереже функция жасау үшін, функция жасау үшін бірінші function деген сөзді қолдану. Екінші функцияның атын жазу. Үшінші круглые скобки, яғни функцияның атынан кейін кететін нәрсе жақша. Функцияның атынан кейін жақша қою. Төртінші нәрсе, мына тело функция деп айтады. Функцияның телосы, денесі деп аламыз. Функцияның денесі достар. Мына нәрсені функцияның денесі деп айтады. Ол фигурный скобкамен алады. Объект арқылы қарасаңыз, функция тело функция. Қараңыздар. Бітті, осы төрт нәрсеге сүйеніп, біз өзіміздің кез келген функцияны жасай аламыз. Енді біздің функция не істейді? Мысалы ретінде alert hello world дейді. Енді осыны тексеріп көрейік браузерді. Так, мынау біздің. Біз қараңыздар, міне. Біз функцияны құрдық. И бірақ функцияны шақырған жоқпыз. Екі түрлі нәрсе. Функцияны объявить, құру. Және функцияны шақыру деген. Дәл қазір біз функцияны құрдық, бірақ шақырған жоқпыз. Сол үшін браузерде ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Енді осы функцияны шақыру керекпіз. Мысалы, астында шақырды, say hello. Міне шықты. Обновить. Hello world деген мәтін шықты браузерге. Көріп тұрғандай достар, бірінші нәрсе функцияны объявить ету, оны құру. Арғы екінші нәрсе сол функцияны шақыру. Шақыру үшін сіздер мына круглый скобка жазыңыздар мына жерде. Тура солай жазасыздар. Жақшаны жазасыздар. Міне кетті. Так, осы жерге түсінікті ме? Функция не деген нәрсе, функция не істейді, қалай құрады JavaScript-те. Кез келген тілде бар функция деп алсаңыздар. Өзі бір іс-әрекет істейтін болса, бір какой-то бір глагол, функция ол глагол. Ол функция глагол. Переменная ол зат есім болатын болса, ал функция ол етістік. Функция ол етістік. Функция ол етістігі. Ал айнымалы ол не? Не деген сөз ол? Зат есім деп қойын. Зат есім. Яғни ол не деген сұраққа жауап береді? Мына жерде тағы да нәрсе. Функцияны жасау, немесе құру, функцияны құру. Және функцияны шақыру. Кіре беріңіз. Білмеймін. Так, достар, осындан. Так, қараңыздар. Бірнеше терминдер кетіп қалды мына жерде. Так, функция деген термин кетті, функцияның аты деген кетті, функцияның денесі деген кетті.
функцияны құру және функцияны шақыру деген терминдер, иә. Қарап тұрсаң, оның барлығын білу керек. Функцияның тело деген не, функцияның аты деген не, функцияның қалай құрамыз, қандай сөздер қолданып функция жасаймыз, функцияны шақыру деген не. Осының барлығын не қылсаңыздар. Мына етістік, біздің қазіргі істеп жатқан етістік, мынау say hello деген нәрсе. Браузерға сәлем деген текстті көрсет деп тұрмыз. Браузерға сәлем деген мәтінді көрсет деп тұрмыз. Көрсетті. Так, осы жерге түсікті ме? Иә, түсінікті. Так, Шерхан, супер. Так, Мади айтты, супер деп. То есть Мади айтты, я деп. Тағы, кім айтты, я деп? Мен супер деп сіз айттыңыз. Так, Бекзат түсінікті? Иә. Так, осы бүгінгі тақырып бұл жетеді деп ойлаймын. Біз алдағы тақырыпта бұйырса функциямен терең танысамыз. Функцияның параметрлары, аргументтері деген болады, функцияның return деген сөзі болады. Деген нәрселермен танысамыз. Қазіргі тапсырма, үй тапсырмасы. Мына айтылған кәсіптерге жіберемін комментарийін бағанағы. Сосын сайтта келесі сабақта сұрамын, иә, функцияның телосы деген не, денесі деген не, функцияның құру үшін қалай құрасыздар, функцияны шақыру деген не деген сияқты нәрселерді сұраймын. Но қазір біздің ең простой функция, бірақ функцияда басқа да ұғымдары бар. Олармен алдағы сабақ, бізде бірнеше сабақ функцияға арналған негізі. Так что уайымдамаңыздар. Мына бірінші нәрсе, сіздің жазған бірінші объектілердің барын классқа аудару, бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, мына say hello деген мәтінді жазып, соны браузерға көрсету, мәселен нәрсені. Сосын сіздегі нәрсе қазір бүйтейік. Бұлай жасайық. Сәлем, тікелей жазсаңыз болады. Шерхан дейді. Шерхан. Және тағы бір нәрсе өте салайық. Ақыр бастадық. Бізде функцияның параметр деген болады. Достар, күрделі күткен жоқ па? Ақырып негізі. Мені айтсам айта берем негізі. Сосын өздеріңіз қиналып қалмаңыздар. Ауыр болып кеткен сияқты. Иә, онда тоқтата тұрайық. Ауыр болса ауыр деп айтыңдар. Өйткені қазір көбейіп кеткенмен, сосын сіздер основаға лучше көп уақыт жұмсайық. Шынымен. Одан ары қарай жеңілдетеді. Қараңыздар, бізде класс жасайсыздар, бересіз, сосын функциямен танысыңыздар. Say hello деген мәтінді, say Шерхан деген ішінде сәлем Шерхан дегенді көрсетіңіздерсін, тағы да бір функция жасаңыздар. Мысалы, ол функция не істейді? Тағы қандай іс-әрекет жасайық болады. Мысалы ретінде қазір көрсетейік. Бұлай жасайық, function деп жасайық. Мысалы, сумма деп жасайық. Жалпы просто ол return өтпей қойық. Так, console.log. Просто 2 қосу 3 дей салыңыз. Просто 2 қосу 3 қанша деп қойсаңыз, осында тексеру үшінші. И мына жерге оны шақырамыз функцияны жасағаннан кейін. И браузерді ашып көреміз. Так, окей, жасамыз. 2 қосу 3 5 дегенде. Осы нәрсені жасап көріңіздер. Әртүрлі операциялар жазыңыз. Functional қосу болатын болса, минус дейтін нәрсе, ол алу. Осылай жасап шығыңыздар консольға. Әрқайсысын 4 операцияны жасап шығыңыздар жерге. Бөлу, көбейту деген сияқты нәрселерді. Кез келген сан бере беріңіздер мына жерге. Сәйкесінше осыны көрсетіңіздер, браузерда, консольда. Так, осы функцияға байланысты. Так, мен қазір жазып қоямын. Не істеп өтпейді. Бүгінге тақырып бойынша сұрақ жоқ. Жаңа барлық жауап бердіңіздер. Осыны жасаңыздар, функцияны дұрыстап түсініп алыңыздар. Өйткені функция ол основа. Именно JavaScript тілінде даже функциональный программирование деген нәрсе бар. Сол функцияның негізінде үлкен жобалар құрылады. Мысалы, мына жерден ашып қарасыздар, өзімнің кодымды көрсетейін. Фронтендті ашып, мына қараңыздар, мен даже фронтенд деген сөз. Мен классты көп қолданамын. Класс пен функцияны өте көп қолданамын. Класс көрдіңіздер ме? Мына жерде қазір қарайтын нәрсе TypeScript деген нәрсемен жазылып тұр. Бірақ сол нәрсе JavaScript. Міне класс кетті, aus контроль, кірген адамды сақтайды. Жалпы кірген адамға, міне сайтқа тіркеу үшін логин сайт, мына жерге терес қыл сайтқа фронтенд ашайын қазір. Қараңыздарына шығу десем, сайтқа кіру, міне мына кірген информацияны тексереді сайтқа. Мына жер кіреді, логин деген метод, бұл сайтқа кірген адамды тексереді. Бұған келетін нәрсе, міне адамды кірген адам көрсетем браузерға, және оны арқылы генерировать. Просто суть в том, что ол мына келген телефонмен құпия сөзді алып,
базада тексереді, сосын кіргізеді. Метод күрделі метод енді. Сол сияқты біз көп қолданамыз. Функция, класс дейтін нәрсе мынау бэкэнд болатын болса. Қорықпаңыз, ол мод. Так, мына жерде мысалы aus сервис дейтін, так, логин. Қараңыз, мына жерде де тоже методтар, жаңағы методтар біз өте көп қолданамыз. Delete дейтін нәрсе бар, мына жерде тұрған барлығы ол нелер функциялар сіздің Axios. То есть функция арқылы имеется в виду JavaScript құрылады. Негізінде JavaScriptте класс деген ұғым жоқ ода, болмаған. Біз объект ориентированный программирование болмаған басында. Функциональный программирование ғана жұмыс істеген ол жерде. Сол үшін JavaScript қазір ең мықты тілдердің бірі, өйткені ол түбінде астында функцияны қолданады, бүкіл жерде реализациясында функцияны қолданады. Сол функция өте гибкий инструмент. Сол үшін функция қолданып мықты приложениялар жазылып отыр қазіргі таңда JavaScript-пен. Так, достар, үй жұмысын қайталап айттым жаңа сіздерге. Бұйырса біз вторник күні кездесеміз, үй жұмысын орындап, неге жіберіңіздер, гидке жібере беріңіздер, мені көріп, есі комментарий түсіп кете беремін. Так, бүгінгі сабақ тамам. Демалыстарың жақсы өтсін. Жақсылап демалыңыздар. Ассалаумалейкум достар. Жақсылап демалыңыздар, сабақ оқыңыздар. Сосын үй тапсырмасын жіберуге ұмытып кетпеңіздер. Бұнан енді мына үй жұмысын мен жасаңыздар деп айтамын. Бұл үй жұмысын жасау керексіздер енді. Кейбіреулеріне көз жұмсам, ладно. Бірақ мынаған енді оны жасау керек. Так, ассалаумалейкум онда.